Жақында Сеулдағы біздің Қазақстан елшілігіне паспортымның мерзімін ұзартуға барған едім. Ойладым, бәрі оңай бітеді. Бланкілер толтырам, ID картамды берем, госпошлинаны төлейм, и ары кетсе, бір айда жаңа паспортымды алам деп. Бірақ бәрі мен ойлағаннан әлде қайда қызық болып шықты. Оказывается, Кореядағы кем дегенде 6 айдан жоғары мерзімге жасалған ресми еңбек шарт қажет екен. Аллаға шүкір, менің жеке жағдайымда бұл ешқандай мәселе емес. Себебі менің Кореяда 24 жылдан бері ресми жұмыс істеп тұрған жеке акционерлік қоғам, яғни өз компаниям бар. Өзіме заңды түрде айлық төлеп, барлық салықтарды уақытылы жауып отырғандықтан, мен бұл келісімшартты кез келген уақытта алып келе аламын. Бірақ мен сол жерде өзімді емес, мұндай мүмкіндігі жоқ отандастарымызды ойладым. Мысалы, Кореяда оқып жатқан университет студенттері немесе жаңадан жұмыс іздеп, қысқа мерзімді контрактпен жүргендер үшін бұл өте қолайсыз пункт екені анық. Шынымен де жұмыс тауып жаңа келісімшартқа қарап отырған жандарға бұл ереже сәл қиындау тиетіні сөзсіз. Бірақ талаптың аты талап, сондықтан алдағы уақытта паспортты создыруға баратын бауырларыма айтарым. Уақыт жоғалтпас үшін міндетті түрде барлық құжаттарыңызды үйден 100% дайындап, ол жаққа тек дайын бланкі толтыру үшін ғана барыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, барынша жауап берем.